бір нәрсені көрдім да, и байқадым, и таң қалдым. Көптеген массажистер мына тізеге мүлде массаж жасамайды екен. Клиент келсе, майды жағады да, айналасын айналдырып қалуы мүмкін, немесе точкасын басып береді, болды. Соны жеткілікті деп ойлайды. На самом деле бізде тізеде диск бар ғой. Адамдар травмалады, құлайды, немесе үлкен возрасттағы адамдарда уақыт өте келе мына жердегі сұйықтық коллагеннің азаюына байланысты артроз пайда болады. Артроз деген не? Сұйықтықтардың жоқ болып, сүйектердің бір-біріне қажалуы. Яғни бұл жердегі қимыл әрекет фасциялардың, сухожилиялардың, яғни қатып қалуына болады. Сондықтан міндетті түрде не только точка басып жанын өту, кәдімгі дисктерді қимылдатып жұмыс жасау керек. Бұл менің кәдімгі остеопатиялық приемымда істерге үйретіп едім ғой, білесіздер. Алғашқы сеанстан прям нәтиже береді. Өйткені тізедегі дискті ұстап тұрасың да, көресің қай жақта қозғалады, диск қай жаққа қозғалмайды. Сол арқылы қолымызбен қозғалмайтын жағын, мысалы алдыға, артқа, жоғарыға, төменге, мысалы мына кісі жоғарыға қимылдайды, төменге қимылдамайды кішкене. Получается, мына жағында уже напряжениесі бар деген сөз. Соны кәдімгі дисктерді остеопатиялық приемдар арқылы жасау арқылы кәдімгідей қозғалмай тұрған дисктің өзін қызметке келтіруге болады. Және одан бөлек нейроэстетиканы білесіздер, буындармен кәдімгідей сол жердегі напряжение шешу арқылы тізесіндегі напряжение болып тұрған, ісік болып тұрған, отек болып тұрған, солар кәдімгідей алғашқы сеанстан нәтижесін беріп жатады. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Көптеген массажистердің атына да кір келтіріп жатады. Артрит, артроздың 3-4 степенде мүлде жасауға болмайды. Себебі ол жерде уже воспалительный процесс тұр, ол уже көрінеді. Тізе ісіп тұрады, қолыңды қойған кезде температурасы болады. Ондай случайда мүлде жасауға болмайды, керісінше ол асқынады. Тек воспалительный процессті басқан соң ғана массаж жасауға болады. Оның ішінде ең керемет тиімдісі ол остеопатия. Егер сіз де менен осындай мықты алғашқы сеанста нәтиже беретін массаж техникаларын үйренгіңіз келсе, онда комментарийға плюс қалдырыңыз.